Қоғамдық қайырымдылыққа ізгілікке үндеуде алдыңғы лекте жомарт жандар тұрады. Мерейлі мереке балаларды қорғау күні. Сайрам ауданының әкімі Ұласбек Сәдібекұлының қолдауымен жан жомарт азаматтар Бауыржан отбасылық үлгідегі балалар ауылының тәрбиеленушілеріне қуаныш сыйлады. Естелік сыйлықтар тарту етіп, бұл балалардың да қоғам үшін орны орасан екенін екшеді. Мерекелеріңіз құтты болсын деймін. Жыл сайын біздің жалпы ауданда елімізде үрдіске айналған 1 маусым осындай ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларымыз келіп құттықтап, негізгі мақсатымыз Бауыржан отбасылық балалар үйінің де түлектері осында. Елбасымыз, президентіміз осы бақытты балалық сыйлау мақсатында мемлекет тарапынан көмектер әрдайым көрсетіліп отырады. Сыйлықтарын алып келіп отыр. Ол ағаларымызға да үлкен рахмет айтқым келеді. Жалпы бұл мекемеде 6 отбасы бар. Барлығы 41 бала тәрбиеленіп жатыр. Мұнда бүлдіршіндер 6 жастан бастап қабылданады. Мекеме басшылық көбінесе бір отбасынан шыққан балаларды алуға тырысады. Нәтижесінде ағайындылар мен апалы-сіңлілердің бауырлық сезім сөнбейді дейді олар. Бұл мереке, осы мереке кезінде осындай үлкен іс-шара ұйымдастырған үшін аудан әкімдігіне, аудандық мәслихаттың депутаттарына, осы жерде әкімшіліктің атынан, балалардың атынан осылай үлкен рахмет айтамыз. Алғысымыз шексіз. Енді біздің балалар бүгін мереке байланысты, бұл балалардың барлығы осы жерден тәлім тәрбие алып жатыр. Үлкен ертең сол ағалары сияқты, әпкелері сияқты үлкен азамат болатынына біз шын жүректен сенімдіміз. Балғындарды байтағымыздың басты һәм тарихи маңызды мерекесімен құттықтаған демеуші азаматтар балаларға құр келместен базарлығына келді. Әдегеннен-ақ өнер көрсетуге бейім тұратын балалар болса, қонақтарға ән-жырын арнап, әдемі биін де тарту етті. Әр отбасында жеке өзінің әрқайсының асханасы бар. Бұл жерде мысалы негізі бұл отбасы үлгісінде балалар үйінде болғанда бірден-бір басты себебі балаларды болашақ өмірге дайындау. Балалар өздеріне қажетті, өмірге қажетті барлық нәрсені балалар өздері істеу керек. Өздері тамақ дайындау керек, тәрбиеші ананың басқаруымен, өздері қажетті киім тігу, киім үтіктеу, басқа үй тазалау жұмыстарын барлығын балалар өздері істеу керек. Біз соған дайындап жатырмыз. Бауыржан отбасылық балалар ауылында оқуда да, спортта да талап зор өрендер жетерлік. Бірлігі бекем шаңырақта тектілікпен тәрбие алады. Солардың бірі Дамира Оспанова. Жасты болса жарасын істердің басы қасында жүр. Көңілге қуаныш сыйлаған шараға сеп болған азаматтарға алғысын білдірді. Осы 1 маусым балалар қорғау күнге келіп қонақтар көп келіп жатыр. Және керемет сыйлықтар да келіп осы атаулы күнге біздің көңілімізді көтеріп келіп жатқан қонақтарға алғысым шексіз. Қонақтарға мен зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Шама жеткенше балғындар шаттыққа бөлеу, рухани тұрғыда демеу сауапты іс, нәтижесін беретін тәрбие. Осыны ескерген аудан әкімдігі мен қайырымды азаматтар бұл үрдісті кейінгі уақытта да жалғастыруға ниетті. Данат Балқыбекұлы, Владимир Соколов, Нар Ньюс.